Так, достар, кеше бізде мынандай жағдай болды. В общем, мына генератордың ременінің натяжителі бар ғой. Мына жерде тұратын. Сол шарылдап кетті, подшипник шашылды. Содан не істедік біздер? В общем, міне мынау ролик. Мына ролик. Осының ішінде тұратын подшипник қой мынау. Мынау шашылып қалды кеше. Мына сыртқы бойымы. Так, мынау ішкі бойымы. Осы кеше шашылып қалды жолда. Ішкі бойымы мынаған кейледі. Сосын бүйтіп тұратын натяжитель болды. Енді біз кеше не істедік? Жолдамыз кеше воскресенье дүкендердің бәрі жабық. Содан біз алдық та жолда бажамның сервисіне сол. Бажам айтады, енді япошка магазиндерге барып, сода алмасаң басқа енді қайдан табасың? Бізде жоқ қой, бізде келең вазыка ғой дегесін. Баяғы үмітті үзбей, мусордың арасынан мынандай бір подшипник тауып алдық. Мынандай подшипник таптық. Бірақ бұл сыртқысы келеді міне. Сыртқысын салдық. Кигіздік ол. Бірақ ішкісі келмейді міне. Ішкісі мынау ғой мына. Ішкісі келмейді. Енді дүкенге дейін жету керек қой бәдене қылып. Дүкенге дейін әлбәтте олай жері қалаға жету үшін. Сосын біздер мына шашылып қалған подшипниктің ішкі бойымын алдық та. Мынаны өзінің болтына кигіздім де осылай. Осылай кигіздім де. Әуелі мына ішкі бойымыны мынаның ішіне ұрып кіргізіп едім осының ішіне. Мына іші сияды екен. Ұрып кіргізіп едім де мынаны сосын болтты кіргіздім. Мынаны бейт. Қазір енді кішкене жүк білгесін бе кеңіп кеткен ғана. Қолмен де кеп береді. Қолмен де кеп кетті мынаға. Бірақ өзің көрмағасын серовны температурасы бар жаңағы ағытып едім. Қайнап кеткен. Қызиды екен. Бәлінбей алып өтті. Содан дүкенге жеттік. Дүкен. Бұл жерде Кауток деген дүкен бар. Бұл жерде Япошка деген дүкен бар. Бұл жерде екеуінде де бар подшипник. Екеуінде ценасы бірдей. Содан новый подшипник алдық міне. Новый подшипник алдық. Новый подшипник міне. Осы подшипникті салайын деп жатырмыз қазір. Сондай жігіттер, ешқашан үмітті үзбеңдер. Ең бастысы бас аман болсын. Темірдің бір жөні бар дейді. Подшипникті салдық, жинадық. Міне, керемет. Жаңарып қалды, новыйланып. Заодно ременді қарадық. Ремен новый әлі. Ремен жетеді солай уақытқа дейін жүреді екен әлі. Ешқандай жарығы да жоқ. Тызысымен тұр. Сондықтан ремен ауыстырмаймыз пока. Айтпақшы жігіттер, мына роликке жету үшін подкрейнлікті артып алу керек. Клипсилер бар, мына жерде бір клипси бар. Так, ана жерде клипсилер бар. Соларды артып аласыздар. Ең бастысы подкрейнлікті алу керек. Содан кейін мынандай доступ ашылады. Сосын ременді алатын кезде неғасы ұмытып қалам десеңіздер, фотоға или видеоға түсіріңіздер. Сосын салаздар, қалай салады қазір ол. Осын көрсетіп жіберейін сендерге. Керек болып қалар, пайдаласып қалар. Так, ременнің бәрін осылай кигізесіздер. Ең соңғысы коленвалдың басында шкипті қалдырасыздар. Осылай шама келсе. Сосын әркімде әртүрлі болатын болар. Мынандай 19 кілт алып аласыздар да. Мына ременді бір қолмен ұстап, мынаны бүйтіп айналдырасыздар. Осылай айналдыра бересіздер. Ролик жақсы айналып тұр. Керемет. Дыбыс жоқ. Енді біздер мына бізге пайда асқан подшипникті лақтырмаймыз. Бұны алып қоямыз. Өйткені құдай болсын. Жолда тағы қандай жағдай болады. Сондықтан мына новый подшипниктен коробкасын алып қоямыз. Ал достар, рахмет. Тамашалағандарыңызға. Подшипникті орнына қоямыз. Дөңгелек саламыз. Болды.